Құрметті оқырмандар, қош келдіңіздер 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің әлеміне. Мұнда әйел бейнелері, күрес, үміт және теңсіздік тарихтары баяндалады. Міржақып Дулатов «Бақытсыз Жамал» романының ортасында әділетсіздікпен күресіп, өз бақыты үшін таласқан қазақ қызы Жамалдың тағдыры тұр. Бұл шығарма қазақ әдебиетіндегі әйел теңсіздігі тақырыбындағы алғашқы туынды болды. Сұлтанмахмұт Торайғыров «Қамар сұлу». Роман Қамардың трагедиялық тағдыры, қатал дәстүрлерге қарсы күресі және өмірдегі орын табу, тырысу туралы баяндайды. Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек». Бұл шығармада автор әйелдің ішкі күшін және еркіндікке ұмтылысын көрсететін терең және жарқын бейнені жасайды. Ақбілек қазақ әйелінің өз құқықтары үшін күресетін символына айналады. Бейімбет Майлин «Шұғаның белгісі». Шығармада Шұға мен Абдрахманның сүйіспеншілік оқиғасы мен олардың бақытына кедергілерді жеңе алмаған трагедиялық тағдыры баяндалады. Шығарма әлеуметтік әділетсіздік мәселелерін көтереді. Спандияр Көбеев «Қалың мал». Негізгі кейіпкер Ғайша арқылы автор қалың мал дәстүрінің қаталдығы мен қазақ қыздарының теңсіздігін көрсетеді. Бұл шығарма әйелдердің құқықтары мен бостандығы үшін күресетін жарқын суреттейді. Бұл туындылар қазақ әйелдерінің тағдырларын ғана ашып қоймай, сонымен бірге олардың бетпе-бет келген маңызды әлеуметтік мәселелерін де көрсетеді. Осындай эмоциялық оқиғаларға терең үңілу үшін бізбен бірге болыңыздар. Себебі олар бүгінгі күнге дейін өзекті болып қала береді. Жаңа шолулар мен қызықты материалдарды жіберіп алмау үшін біздің әлеуметтік желілерімізге жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Иван Шухов атындағы кітапхана.